Бәріміз қызығатын Сингапур елі айыппұл елі деп аталатынын білесіз бе? Сингапур қалаларының тазалығы соншалықты, егер сіз көшеде сағыз шайнап ұсталатын болсаңыз, $400 көлемінде айыппұл төлейсіз. Білесіздер, бұған ұқсастан бізде де қабылданған болатын. Түкірігіңді жинап жүр деген. Ал Қытайда балыққа үйленуге болмайды. Әділеттілік қайда? Екі жастың арасына түспек пе болар сонда? Ал Үндістанда тіптен масқара. Пілдің астында ұйықтауға болмайды. Үкімет қайда қарап отыр? Сонда бәлкім үндістандықтар пілдің астында мыжылғысы келетін шығар. Неге әділетсіз заңдар шығара береді осылай? Ал Грецияда пиццаны сол аяқпен жеуге болмайды. Дұрыс қой енді, оң аяқпен жеу керек қой. Канадада тоңазытқышқа ұйықтауға болмайды. Дұрыс, духовкаға де ұйықтатпау керек. Осы Канада тіптен бір түрлі. Тоңазытқышты қоя берші, кинотеатрға орыстар аюлармен бірге кіре алмайды деген заң бар. Неге? Аюлар сонда кино көре алмай ма не? Оларда бәлкім демалғысы келетін шығар, оларда қыдырғысы келетін шығар. Ал Сауд Арабиясында ер дәрігерлер әйел адамды қарауға болмайды. Ал әйел адамдар дәрігерлік оқи алмайды. Сонда қалай? Әйелдер мүлде ауырмау керек па? Ұлыбританияда великпен адамдар жүретін тротуармен жүрсеңіз, сізге €100 айыппұл салады. Африкада өзіңнің көлеңкеңе оқ атуға болмайды. Көлеңкені қоя берші, Қазақстанда адамға атып жатыр ғой. Лондонда метрода той жасауға мүлде рұқсат жоқ. Қабет деген ай, енді тойды қайда жасамақпын? Бізде осымен біртүрлі заңдар аяқталды. Сіздермен бірге болған Фак Мак арнасы. Егер видео ұнаса, лайк, коммент жазып, каналға тіркелуді ұмытпа.